5374 хадис риуаят еткен Мухсириндердің басында тұрған атақты ұлы сахаба. Осы кісі хадистер риуаят етіп жүрген кезде бір күні Айша анамыз бұл кісіні шақырып алып ескертеді. Абу Хурайра, сен көп шектен тыс пайғамбар туралы хадистер риуаят етесің. Біз де пайғамбардың сахабасымыз. Мен онымен бірге 24 сағатымды бірге өткізіп жатқан әйелімін ғой. Мен мына хадистерді естіген жоқпын, сен қайдан риуаят етіп жатсың? Сол кезде әдеппен күлімсіреп, Уммахатул Муъминин, шешесі ғой енді, шешелеріне қарап әдеппен былай дейді: анашым, сенің қолыңда сені пайғамбардан алып қоятын айна бар еді, сенің тарағың бар еді, сенің әдеміленуің бар еді, сенің сағаттарша өткізетін уақыттарың бар еді. Бірақ мен сияқты пақыр құлда